Сәлем достар, мен кондитер Гүлдария 3 ярысты той тортын қалай жасаған туралы айтып беремін. Осыдан бір ай бұрын Гүлнұр есімді қыз өзінің тойына тортты мен жасағанымды қалайтынын айтып, тортқа заказ берді. Мен бірден заказды қабыл алып, және де уже бір айдан кейін тортты жасауға кірісіп кеттім. Ең бірінші оформлениесінен бастадым. Сонымен 12 килограммдық 3 ярусты тортты жасауды бастадым. Бірінші оформлениесін жасап дайындап қоюды шештім. Бізге рисовая бумагадан паруса жасау керек. Ол үшін суға рисовая бумаганы салып алдым, судың ішіне кондуринді араластырып. Және де мықты тортта тұру үшін парусалар осындай проволокамен бекітіп қойдым. Осыларды комнатный температурада немесе духовкада кептіріп аламыз. Парусалар полностью кепкеннен кейін әдемі болып шығады. Сосын торт молочная девочка болды полностью. Барлығын жинастырып, асты 26 диаметр, ортаңғысы 20 диаметр, үстіңгісі 14 диаметрде болды. Бәрін бір күн бұрын жасап қойып, той болатын күні мен осылай кремін кешке жақын бастадым. Түнгі уақытта апару керек болды. Тортқа шоколадный ганаш болды. Бірінші ең астын жасап алып, одан кейін ортасын кремін жақтым полностью. Мына жерде видеода көріп тұрсаңыздар, кішкене неровный болып тұр. Пока что бәрін үстіп жасап алып, одан кейін соңғы жақтарында ровный болып жасаймын. Бұл тортты жасағанға жолдасым да көмектесті. Үстіп 3 ярустың бәрін жинадым. Барлығының биіктігі 20 сантиметр болды. Толық қанды кепкен парустарымызды алып, дайындап қойдым. Енді міне қараңыздар, результат осындай болып шықты. Өте қарапайым болғанмен, өте әдемі торт болды. Торт өзіме де, клиентіме де өте қатты ұнады, және де әдемі пікірін жазып жіберді. Ал сіздердің ойларыңызша торт қалай болған? Сіздерге де ұнады ма? Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Рахмет.